Сол кездегі осы жас шағыңызды біз білеміз, оқыдық кітаптарыңыздан. Сонда сол Көлбастаудың маңынан үйге қарай жайғалып, Зәуре апамызбен келе жатқанда, сіз 4 жастағы баласыз, 6-7 айлық кішкентай қарындасыңыз бар. Сол ауылға жақындап қалғанда үйірлі 3 қасқыр сіздерге шапқанда апамыздың ақылдығы сондай. Жаңағы 6-7 айлық қызды қасқырлардың ортасына тастай сап, сіз жетектеп алып үйге қарай қашқан екен. Сонда аман қалғас. Егер олардың бір адамы таласып тармасып, кішкентай қызды осы жеп жатқан кезінде сіздер қашып үлгергенсіздер ғой, иә? Осы жөнді айтыңызшы. Содан қыз лақтырып шареткен дауыс құлағымда. Тұра қолынан алып, сайға түсіп, жөнекпеп бердік. Ауылға бардық. Ауылға барсақ, отыр олар бір дауыс шығады. Önüme şaşım ayakayla başında oldu, kız gitti, kaytadan barayı koyundu. Varsa şaşının başka tüm yok, verince bitkin. Şıkar. Sonra o kişi şıladı koydu oy. Takdir ettim, bunu balaman kaldı. Şömüzü de cep etmedi. Hep şaşının konduğu gün tayağı var otuzun. Sol tayak mıncası kaldı, kaskırlardı. Toprak şaşı başladı. Sol gözden keyin, sol gözde şaşam hareketke girişken boldu. Yani yeteğin içine girip gittim, kaskırdım gözünün korkup. Sodan keyin kız şarat yıkan gezde beni ala jöneldi. Dedekte sayga түсіп kеттік. Сол Қашқардан bir жарты kilometrге жетер жер. Бардық, ауылда отыр, ашаршылық, бір үйге кірмеді. Сол жездеміз барады, сол жездемізге бардық қой. Elias, balam, tezірек жүгір. Маған алаңдама, бар тезірек. Апа, мен ешқайда кетпеймін. Балам, кетуің керек. Мына балаларды құтқар. Тезірек кет. Кетпеймін, апа. Бері қара. Жалғыз тұяқ сен өлсең, әкеңнің аты қоса өшеді, ұқтың ба? Әкеңнің отын сөндірме, балам, сөндірме. Бұл аманат. Мені анам десін. Осы тілегімді орында, балам. Ұқтың ба? Орында, ұқтың ба деймін. Бірақ бұл бізді қазақ жерін Ресейде, Қытайда жаулап ала алмады. Неге? Ол кезде олардың қолында үлкен қару болмады, қазіргідей. Атты әскері болмады, жаяу әскері ұзаққа бара алмады. Сондықтан екеуінде сілекейі ағып, қалай аламыз деп бұны отырды. Олар білді, бізді өзінің күшімен ала алмайтын. Сол себептен бұлар үлкен бір айла тапты. Ол айла жабайыларды жабайының қолымен қыру. Қалай қырғызамыз бұларды? Екі халық таңдады бұлар. Бір ол кезде жоңғар мемлекет өте күшейіп тұрды.
Қытайдың өзін қусырып, содан салық алып тұрдылар. Ал мына жағында қазақтар кең даланы жайлап жатты. Ең үлкен халық, ең бай халықтардың бірі болды. Осы екеуін соғыстыру керек болды бұларға. Сонан Қытайдың дипломатиясы мен орыстың дипломатиясы бір байламға келді. Бүкіл қару-жарақты, зеңбіректі, соғыс өнерінің бәрін қалмақтарға үйретті. Себебі бірінші рет жер бетінен қазақтарды сыпырып жою керек деген олар ойлады. Сонымен әбден қалмақтар даяр болған кезде 1723 жылы 100 мың армия, яғни әскер, қалмақтар зеңбірекпен қаруланған шетінен бізді қырып салды. Осы соғыста қазақтың 2-ден 3-і кетті. Енді қазақ жер бетінен жойылатындай жағдайға келді. Сондықтан я өлу керек, я қалу керек деп бәрі ұрандасып, 300-дің баласы бас қосып, бас қолбасшы Әбілқайыр қанды қойып тұрып, айқасқа түсті.